Міне біз матада қырқуды бастадық. Лекалаларды жайғастырып алдық матамызға. Мынау бізде белдік сгиппен деп жазылып тұр. Сгиппен деген ол матаның бүктелген жеріне қоямыз, орналастырамыз. Одан кейін менде юбканың алдыңғы бөлігі. Ол да бізде алдында тігіс болмағандықтан, оны да матаның бүктелетін шетіне қоямыз. Келесі бұл аптачка. Бізде аптачкада да, арқаның аптачкасында тігіс болмайды ортасында, сондықтан да біз бұны да осы бүктелетін жерге қойып аламыз. Одан келесі бізде мына кеуденің арқасы, артқы бөлігі. Бұл жерде де бізде арқасында тігіс жасамағандықтан, бұны да матаның бүктелетін шетіне қоямыз. Мынау бізде алдыңғы бөлік. Міндетті түрде бір айтып кетейін. Матаңызды міндетті түрде үтіктеп алыңыздар, өйткені кейбір маталар отырады. Үтіктеген кезде сіз тігіп бастаған кезде, үтіктеген кезіңізде отырып қалуы мүмкін. Мен өзімнің тәжірибемде кездесті ондай. Сондықтан да алдымен үтіктеп алыңыздар маталарыңызды. Тексеріп көріңіздер, хотя бір шетін үтіктеп тексеріп көріңіздер, маталарыңыз отырады ма, отырмайды ма. Міне бізде мынау алдыңғы бөлік, кешірім сұраймын, артқы бөлікте бізде мына жерде замок болатын болғандықтан, артында тігісі бар, сол үшін мынаны шетіне, бүктелмеген қырқылатын шетіне қойдым. Сосын краит ететін кезде міндетті түрде осылай долевая ниттарыңызды түзу емес пе тексеріп аласыздар. Мына бізде подбордты осы жерге сыйғыздым. 10 жастағы қызға осы размерде, менде ұзындық осы болған кезде 1 метр 20 сантиметр мата кетіп жатыр екен. Жеңді мына жерге орналастырдым. Қазір қырқамыз. Өзім қырқып, өзім түсіріп жатқан соң ыңғайсыздау болып жатыр. Міне барлығын кесіп дайындап қойдым. Келесі видеода қалай тігу керек екенін саламын. Міне дайын.